Жақында бір жігіт әңгімелесіп отырып, пәленші той қыпты, естің бе деді. Естім дедім. Менен қарыз сұрап кепті деді. Бердің бе дедім. Берген жоқпын деді. Неге дедім. Осынша жасқа келіп тұрып, бір 100 000 теңге жинамаған адам ба деді. Ох дедім. Баласы өсіп атыр, қызы өсіп атыр, той қылатынын білетін адам, бір 100 000 теңге жинамаған адам ба деді. Айтым, адам дедім. Сен білесің ме дедім, дүниеде ең кедей адам кім болған? Сен білесің ме дедім. Жоқ деді. Дүниеде ең кедей кім болған? Кім айтады? Кім? İsa aleyhisselam болған. Ruhullah болған. Ruhullah, Allah'tың ruhu İsa aleyhisselam dünyadaki en kim bakar adam болған. Ben dedim, sen ne sürebilirsin dedim. Ben 3 sürebilem dedim. Mene sen taza adam mısın dedim. Mene sen adam emesin dedi. 3 süre bilemin деп отырсың sen. Onu da uyalғаныңнан өлгенге барғанда uyalып қалмау үшін жаттап алған шығарсың десем, мына дейді. Ағайындармен күлетін әңгіме айтып отқан жоқпын. Бұл әрбірімізге әсер ететін әңгіме айтып жатырмын сіздерге мен.